Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен той дастарханына қойылатын өте жұмсақ, үлпілдек, шар тәріздес болып пісетін бауырсақтың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен біз ыдысымызға жылы суымызды, қолымыздың күймейтіндей жылы суымызды құйып аламыз. Содан кейін тұзды, қантымызды салып, кішкене ерітіп, араластырып аламыз. Содан кейін ғана жылы сүтімізді құйып, еріген сармайымызды салып, дрожжымызды салып, араластырып аламыз. Содан кейін ғана ақырында електен өткізген ұнымызды салып, араластырып аламыз. Енді біз оны қамыр етіп жасап аламыз. Кішкене қамырды жұмсақ қылып илейсіздер. Содан кейін мен осы қамырымыз дайын болғаннан кейін бетіне мен көлеңкемнің бетіне осылай етіп майды сеуіп шашып шығамын. Енді бұның қамырдың бетін жауып қоямын. Кішкене ашыған кезде қамырымыз жабыспайтын болады. Ашқан қамырымыз біздің жарты сағатта ашып дайын болып шықты. Енді мен бұны 4 бөлікке бөліп, зуала қылып дайындап алдым. Содан кейін бір зуаласын кішкене жайып алып, қатты жаймайсыздар, қатты жұқада қылмайсыздар, қалыңда қылмайсыздар, орташа қылып жайып шығасыздар. Ал енді біз жайылған қамырымызды осындай шеңбер тәріздес формада кесіп аламыз. Жанындағы қалған қалдықтарды мен тастамаймын. Оларды да кесіп, бауырсақ қылып пісіріп аламын. Енді матаның үстіне кесілген бауырсақтарды жайып аласыздар. Бетін матамен жауып, 10-15 минутқа тұндырып, көпсітіп қойып қоясыздар. Бауырсақты пісірген кезде қатты отта пісірмейсіздер. Орташа отта пісіресіздер, өйткені ортасы піспей қалуы мүмкін қатты отта. Осы рецептіні пісіруге мен кеңес беремін. Өте үлпілдек, жұмсақ болып піседі. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне біздің бауырсақтарымызды шар тәріздес болып, дөңгелек болып пісіп шықты. Қып-қызыл болып, әдемі болып, міне тойдың дастарханына қойылатындай болып пісіп шықты достар. Жанында қалған қалдықтарды да мен пісіріп алдым. Осылай қылып, мінекей сіздермен болған Сәбира ас болсын достар.